Қайырлы күн достар, мені каналыма қош келіпсіздер. Менімен бірге қызыл ірімшікті дайындап көріңіз. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыз. Бізге қызыл ірімшік дайындау үшін 3 литр сүт қажет. 3 литр сүтімізді қатты отқа қойып, қайнау деңгейіне жеткенше бақылап тұрыңыз. Сүтіміз қайнайын деген уақытта 300 грамм айранымызды сүттің үстіне құйып, сүтімізді ірітіп аламыз. Сүттің сары суы мен ірімшігі бөліне бастайды. Егер сүтіңіз сары су бөлінбесе, үстіне тағы да айран қосып ірітіп алсаңыз болады. Сізге де дайындап көруге кеңес берем. Дәмі енді өте ерекше, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Осылайша ірімшігімізді енді 3-4 сағат бойы суы тартылғанша қайнатамыз. Қайнаған ірімшігіміз қоңыр түске бояла бастағанда үстінен 150 грамм шекерімізді салып, ары қарай қайнатуға қоямыз. Ол енді сіздің тәттіні қалай жақсы көретініңізге байланысты қосылады. Тәттіні қатты жақсы көретін болсаңыз, 150 граммдай құмшекер жетеді. Егер ұнатпайтын болсаңыз, құмшекер қоспасаңыз да болады. Ірімшігіміз қайнап осылай су тартылады. Осылай қызарғанша, су тартылғанша қайнатамыз. Ірімшігімізді енді қатаға салып, суы сарқылғанша үстіне қатты затпен, ауыр затпен бастырып, бір дөңге қойып қоямыз. Мен бір түнге қойып қойдым. Міне ірімшігім дайын. Енді қалтадан алып, ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Менің отбасыма қызыл ірімшік өте қатты ұнады. Балаларым сол кезде жеп тауыстып қойды. Сіз де отбасыңызға дайындап беріңіз. Пайдалы қазақтың ұлттық тағамы ас болсын.